Сәлем достар, менің блогыма қош келсіңдер. Достар, бүгін менің блогымда қандай блог десем, ақырында көресіңдер. Достар, бүгін менің ағам қатты ауырып жатыр. Ауырғаннан кейін ұйықтап қалған, енді кішкентай. Енді ауырып қалған. Жағдай болмай жаңа өнерде жатты, одан кейін айнаға кірді жатты. Айнадан қарап тұрмасақ, көбінше балалар өнерде ойнап жүреді. Достар, сендегі зор не көрсең ба? Мошын сумкалар бар. Біздің ашпамын. Не болды? Бай сынайды, әне. Самығын зордан жаттым. Бірінші, мынандай сумка өзіме яман ұнайды. Достар, бұл ұнаса комментария жазып кетіңіздер. Неше балл бересіңдер мынаған? Мынаған неше балл бересіңдер, достар? Қап-қара мошын қымбат сумка мына. Яман қымбат. Біздер бетте базарда бар мошын сумка, бірақ өзі яман сұлу, алтын. Алтын нелер бар, міне ұзын. Тоқтамайды. Сондай мошын сумка комментарияға нанап жазып кетіңдер. Неше балл бересіңдер? Бай-бай. Мындай сумка бар енді. Өзінің мындай заты да бар. Міне. Тек көнелен қалған енді. Неше балл бересіңдер? Бұл да қымбат. Біздің ашпен қымбат қалған. Бұл ше, мяу-мяу. Пышқылардың сумкасы. Ана, мяу-мяу деген қосық бар ғой. Соғыздың сумкасы. Көрді ме? Мяу-мяу. Пышықтың суреті тұр. Бұған неше балл бересіңдер? Армиядан келді. Достар, бұл ше. Нормальный, мошын, үйінге, андай қылып, мынандай басқаша тағып кетуге де болады. Мошын, әдемі сумка. Яман зор, мына сумка дәмі. Баяғы сумкасы. Бұл да қымбат. Кәтте қымбат қой, тек. Ішінде заттар бар енді. Сондай мында мошын сумка. Бұл да кәтте қымбат енді. Әмесі неше балалардан берес. Соғын айтып, комментария жазып кетің, бірақ комментарияға жазасыз, андай қылып айтпайсыз. Комментарияға жазасыз, өзім комментарияны көремін. Әр сайын көріп отырамын. Онда достар, комментарияға, мысалы, бір қыздың аты жазылған болса, сол адамға көп түрлі нелер беремін. Сол сумкаларды тегінге беремін. Комментария жазған адам бірақ, жазбағанларға бермеймін.